Бәріңе сәлем. Бұл көптен күткен Доктор Стрэндж в мультивселенной безумие фильмінің соңын және де титрлардан кейінгі сценасын анығырақ талдасақ. Фильмнің кішкене түсініксіздеу болып аяқталғанын мойындау керек. Онда Марвел Ванданы өзін құрбан етіп өлді қылып көрсетті. Дегенмен де орасан зор күшке ие алая ведьма сияқты персонажбен әзірге қоштаспайтыны белгілі. Сондықтан да Ванданың фанаттары еш уайымдамасаңдар болады. Ал келесі кезекте алаңсыз келе жатқан Стрэндж бен оның хоба деп шыға келген үшінші көзі. Ол үшінші көздің шығу себебі Стивеннің қара сиқыр кітабы, яғни Даркхолдты қолданып, оның кері әсер беруі деуге болады. Басқа әлемдегі Стрэндждің тағы бір нұсқасы Темный Стрэндж дәл осы Даркхолдты қолданғаннан кейін үшінші көзі пайда болған. Немесе бұл мүлдем кері әсер емес, тіптен жаңа күш болуы да әбден мүмкін. Ал сцена после титр бөліміне келетін болсақ, фильмде ондайдың екеуі бар. Біріншісінде үшінші көзге үйреніп көндіккен Стрэндж бен Шарлиз Терон сомдаған Марвел кино әлеміндегі Клея атты су жаңа персонаж. Яғни Клея тікелей Дармамудың әлемі Темное измерениеден келіп, Стрэнджге оның жасаған әрекеттерінің кесірінен екі әлемнің тоғысу қаупі бар екенін және де оны болдырмау үшін бәрін қалпына келтіру керек екенін айтады. Ал комикстерде Клея Стивеннің сүйіктісі және де Темное измерение тұрғыны. Стрэндж оған магияны үйретіп, кейде тіпті өзінің орнына қойып кетіп отырған. Ал 30 наурызда басталып 6 апта бойына жаңа қызық сериалдармен қуантқан Марвелдің тағы бір жобасы Лунный рыцарь сериалда аяқталған болатын. Бұл жоба туралы жалпы ойынды айтатын болсам, бұны да WandaVision, Loki сияқты эксперименталды жобалардың қатарына қосуға болады. Динамичный экшенге, әзілдерге, қысқаша обычный Марвелге үйреніп қалған фанаттарға бұл сериал түсініксіздеу жұмбақ болғаны анық. Комикстермен таныс емес фанаттар үшін де дәл солай. Жалпылама сериал ежелгі Египет құдайларының бірі, яғни Ай құдайы Хонсу мен оның аватары Марк Спектр туралы. Оларға қарсы шығатын зұлымдық тағы бір Египет құдайы Амат пен оның аватары Артур Хэроу. Лунный рыцарь бірінші сериядан бастап қызықтырып баурай алды. Сериал басында өте түсініксіз, сол себепті де қызықты. Барынша ойланып сәйкестендіруге тырысып көресің, бірақ та одан ештеңе шықпайды. Содан соң Хонсуды Марк Спектр мен Стивеннің ара қатынасының шет жағасын көрсете бастайды. Солайша құпия тағы бір тұлғаның бар екенін еске салады. Ал комикспен жақсы таныс фанаттар оның әуелден бар екенін және де оның кім екенін жақсы біледі. Және дәл комикстегідей психоемхана мен ішіндегі персонал Аматтың жақтаушылары екенін көрсетеді. Қызығы сериалда жалғыз Хонсу мен Аматты ғана емес, Таурт сияқты басқа да ежелгі Египет құдайларымен таныстырып өтеді. Ал соңғы бөлімдерде көптен күткен Марк Спектрдің оқиғасы мен қалай Лунный рыцарь атанғанын нақты айтып көрсеткен болатын, және де Джейк Локлимен таныстырды. Жалпы сериал маған өте қатты ұнады деп айта алмаймын. Үшінші серияға дейін қатты қызығып қарадым, ал одан кейін бұрынғыдай тартпады. Сериалдағы маған ең ұнағаны ол әрине Оскар Айзектің үш персонажды феноменально ойнағаны. Дәл осы актерлік шеберлігі сериалды алып шықты деуге болады. Сонымен қатар Итан Хоук та өз персонажын өте керемет сомдап шықты. Ал ұнамағаны ол әрине финал. Марвел сериалдарының әзірге ауруы осы финал. Яғни сериалдардың тым асығыс, түсініксіз аяқталуы. Дегенмен де бұл менің жай ғана кішігірім пікірім. Әркез айтарым, әлсіз нашарлау болса да Марвелдің әрбір жобасын міндетті түрде қарап шығу керек. Егер де видео ұнаса, жай ғана лайк, комментарий, подписка болса жеткілікті.